Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Сіздермен бірге мен Ойшеева Әлия Қалкенқызы Ағдала орта мектебінің педагог-психологымын. Қазіргі кезде елімізде болып жатқан күрделі жағдайларға байланысты мен сіздермен біргемін. Сіздерге психологиялық көмек көрсеткім келеді. Барынша өзіміз сақтық шараларын сақтайық және де сабырлы болайық. Бәрі де өтеді де кетеді. Біз біргеміз. Қазіргі кезде мен сіздерге бірнеше жаттығулар ұсынамын. Осы жаттығуларды жасауға сіздерге кеңес беремін. Келесі жаттығуларымызды бастайық. Іске сәт. Қазір мен сіздермен бірге қол қимылдары жаттығуларын жасаймыз. Оң қолдағы екі саусақты келісемін деген белгіні көрсетеді. Сол қолдағы жарайды деген белгіні көрсетеді. Енді екі қолды кезек-кезек алмастырып жасаймыз. Жиі-жиі қайталаймыз. Бұны қайталау барысында сіздің миыңыздың жақсы жұмыс істеуіне өте пайдалы. Ендеше кеттік, 10 секунд бойы қайталаймыз. 10 секундта қаншалықты дәрежеде біздің миымыздың жақсы жұмыс істейтінін көреміз. Осы жаттығуды жиі-жиі қайталаймыз. Келесі жаттығу. Екі түрлі қағаз аламыз. Екі қолымызға екі қарындаш аламыз да, қолымызбен екі түрлі сурет саламыз. Мысалы, бірінші қолымызбен шеңбер сызамыз. Екінші қолымызбен тік төртбұрыш саламыз. Ендеше 10 секундта қаншалықты дәрежеде сыза алатынымызды көрейік. Мысалы, бірінші қолымызбен А әрпін сызамыз. Екінші қолымызбен В әрпін сызамыз. Өте жақсы. Өздерің миымыздың қаншалықты жұмыс жасайтыны өзіңізге белгілі. Кеттік ендеше. Келесі жаттығу іс барысында жасалатын жаттығу. Бұрын сіз тісіңізді оң қолыңызбен ысып жүрсеңіз, енді сол қолымен ысыңыз. Бұрын есіктің тұтқасын оң қолыңызбен ашып жүрсеңіз, енді сол қолмен ашыңыз. Бұл жаттығуларды жасау барысында сіздің миыңыздың жақсы дамуына өте пайдалы.